Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мақтадай жұмсақ болып шығатын, ыстықтай барлығы бірден жерініп кететін, ішіне вареный сгущенка қосып жасалынатын өте дәмді булочкалардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, ағын ыдысымызға құйып, сарысын басқа ыдысымызға қойып қоямыз. Ақуыздың үстінен қант салып, екеуін кішкене араластырып жібереміз. Оның үстінен сұйық май, 4 грамм тұзымызды және де 8 грамм ашытқымызды салып, оның үстіне 220 мл кішкене ыстықтау сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымызды бірінші жартысын салып, лопатамен немесе қасықтың көмегімен кішкене араластырып, кейіннен қалған бөлігінің барлығын салып, осылай лопатамен барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз да, кейін қолдың көмегімен илей отыра әдемілеп, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Ең соңында қамырымыздың бетіне кішкене сұйық май жағып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз өте әдемі болып көтерілген. Енді осы қамырымызды алып, кішкене сопақтап илеп жібереміз де, бірде 12 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлігімізді осылай дөңгелектеп бір шетке қоя береміз. Барлығын дөңгелектеп болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қалдырып қоямыз. Енді булочкаларымызды жасап бастаймыз. Осылай оқтаудың көмегімен жабысып жатса кішкене ұн сеуіп отырыңыздар. Әдемілеп, кішкене 4 бұрыштылау етіп жайып аламыз. Салмасына Дев фирмасының осындай қойылатылған сүтін қостым. Сіздер кез келген творог немесе варенье қоссаңыздар да болады. Бір шетіне жарты ас қасық қойылатылған сүтімізді салып, екінші шетін пышақтың көмегімен осылай 5 тесікке бөліп аламыз. Осылайша видеодағыдай кішкене жабыстырып жібереміз де дөңгелетіп ораймыз. Шеттерін осылайша кішкене жабыстырып, біздің пешіміздің формасына салып қоямыз. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін, осылайша тік 4 бұрыш етіп видеодағыдай жайып аламыз. Жоғарғы жағын пышақтың көмегімен 5 ретке осылайша бөліп шығамыз да, астыңғы жағына жарты ас қасық қойылатылған сүтімізді салып, бірінші кішкене осылай жабыстырып жібереміз, шеттерін дөңгелетіп ораймыз. Міне біздің булочкаларымызды формамызға салып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін кішкене көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын жаңағы қалған бетіне жағып шығамыз. Түрі әдемі көріну үшін осылайша кішкене кунжут сеуіп жібердім. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз түрі қандай әдемі болып тұр. Өте жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.